Рахмет. Ал ендеше осындағы жиендер қауыммен бір түйіндей деп тұрмыз, тілек тізгінін. Кел, қарындасым. Той құтты болсын. Келіңіз. Қолдаушымыз, қорғаушымыз болыңыздар. Мынау өзімнің атымнан сыйлық, мынау әке шешемнің атынан сыйлық. Бәрекелді, ендеше сый-сапаты қабыл алайық, деген құрметті ағайындар. Бір тосма. Дерсіз тағам, мынау енді жаңағы бауырларымыздан тағы біз бауырымыз мынау тас түскен жерге ауыр, бауырдың аты бауыр дейміз. Құрметті ағам, той құтты болсын, келіңіз. Құрметті аға жекше, 60 жас мерекеміз құтты болсын, 9 жасымыз ұзақ болсын, 100 жасаңыз әрқашанда сіздердің жолыңызды берсін. Сіздердің мақтанып жүрген жекше, 60 жасыңыз құтты болсын. Жүзге толыңыздар. Тағына. 1, 2, 3. Ай, бәрекелді. Той құтты болсын. Ал ендеше баршаларымыз ортаға домбыра күймен, той бимен, баршаларымыз әнекей ортада би шаршамаймыз. Кеттік ал.
Уақыттан озбай, осындағы құрметті тілектізгенді, осындағы ұжымдар қауы, осындағы берсейті ағамызбен, кеңескен анамыздың ұжымдастары, лицей, Зафира Нақымберді қызы бастаған, лицей орта мектебі, ортаға келіңіздер, құрмет қошеметпен шақырамыз. Және де осындағы Шоқан Уалихан, Елеукен Вайжанұлы бастаған құрметті ұжымдастар. Және де осы аудандағы қазақ әдебиет ардагер ұстаздарын тойларына шақырамыз әнеге. Келіңіздер, құрметті ұжымдастар. Және де көршілер қауым тойларына шақырамыз. Осымен қатар Ерлан мен Зафираның құрметті достарын шақырдық қой, ардагер ұстаздар, тазалық тілшілерді. Келіңіздер, құрметті ұлағатты ұстаздар. Қош келдіңдер, той құтты болсын. Баршаларыңызды мінеке ізгі ниетпен, ізгі тілекпен келіп отқандарыңызға рахмет. Той құтты болсын. Ендеше бүгінгі ауылдың аты озғанша көршінің тайы оссын дейміз. Осындағы Мағжан Жұмабай көшесіндегі осындағы көршілерімізге ұсынайық. Құрмет ағам, қош келдіңіз. Той құтты болсын. Сізден бастайық. Keşke kadını tanımaya gelin. Bugün bildik köşede
Тойдың себепкері Берсейіт пен Кеңескүл. Ол кісілер біздің көшеге келгенде де бір 15-20 жыл болды. Ол енді мен енді толық не есімде жоқ. Екінші ауылда бар, содан бері кейін келген бұрын келгендері қайтып біраз уақыттың ішінде еденнен ұсынысып кетті ғой. Мынау қазақ айтады ғой, өзі жақсы кісіге әр жерінде бір кісілік орын болады. Сол жақсылықтар болу керек. Бізге жаңадан көшіп келген адам сияқты болған жоқ. Өзіміз сияқты барлық қуаныштарда, барлық көшелерде мерекелерде бірге жүріп бірге атқарып жатырмыз. Ал Берсейіт Кеңескүл Алланың берген жасын мәнді де сәнді атқаруларыңызға осы уақытқа дейін атқарып беріңдер, ары қарай атқара беріңдер. Көшенің атын үлкен тілектеспін. Мына немере шөберелеріңіздің рахатын көріңіздер. Жақсылықтарым жақсылық қыласа берсін. Сіздердің осы жақсылықтарыңыз осы тойға келген қауымға жұғысты болсын. Алланың нұры жауып қабақтарыңа кірпік ұяла болсын. Рахмет. Қанат Кеңіз аға, бір дос. Сөйлей берейін ба көрші? Құрметті қалай? Ағайының аты озғанша ауылдастық тайырсын дейді. Көшемізде бір үйде қуаныш оқылатын болса, бәрімізге бірдей ортақ болып, бәріміз қуанышты боламыз. Сол себепті мына Берсейіт пен туған күндері, Кеңескүлдің туған күндері бірге соншама жыл бірге өпізіп осынша балалардай үйлендіріп, ер жеткізіп, бөлек шығарған жағдайлары бар. Одан осы екі кісінің жақсылығы, біздің тойға келген бар ағайындардың басын осып, жүйіліп отқанда осы екі кісінің жақсылығы. Мына Берсейіт пен Кеңескүлдің көрші болғанымызға деген 93 жылдың басы болғыр құдай біледі. Содан бері бағыз ағайындай араласып кеткен жайымыз бар. Не дейміз, құтты болсын, балаларға рахмет, әке-шешесін сыйлап, еске алып, ағайындардың бәрін басын қосып, бір көсіп, бір оған туады қаған. Сонда тілектеспіз. Рахмет, рахмет. Алла разы болсын. Біздің енді құрметті, қадірменді біздің әулеті сыйлап келген. Сәл тоқтатайықшы. Бұл той біз үшін өте маңызды той болды. Өз басым қатты толқу үстінде жүрмін. Расы керек. Мен сіздерді ең түсініп тұрмын. Той жасап жатқан ағайындарды. Біз дайын нәрсе келеді екенбіз ғой, тамадалар. Мына микрофоннан артық нәрсе көтеріп көрмеген екен мен. Енді түсіндім. Ауыртпашылық өте бар екен түсіндім, көке. Осы тұрғанның бәрінде Құдай қосқан көршілер бар ғой. Көрші ақсы, тәңір ақсы дейді. Ата-анамыздың көршісі, біз көрші болып үйге барғанда папа-мамамыз үйреңізді сіздерді көреміз, сіздердің дидарларыңызды көреміз, осы бір бақыт. Бірінші мен ұжымнан бұрын, ұстаздардан бұрын Қанат бауырым өтініш жасаған. Көршілерден бастайықшы. Көршілерден бастайық. Алыстағы ағайыннан, жақындағы жанындағы көрші артық деген екен. Өсірген талай ұл мен қыздың жайсаңын, бағам деп жүр әнеден немере шөберен талайын. Алла қаласа, немере, шөбере, шөпшек, немене бағамдап тұрған Мағжан Жұмабаев атындағы көшенің ең абзал анасы, бүгінгі тойдағы әкеміз бен анамыздың Құдай қосқан көршілерінің атынан, барлық аналардың атынан анамызға бір тілек берсем деп отырмын. Келіңіз, ортаға шығыңыз. Бұл көршілер біз үшін үлкен мақтаныш көршілер.
баланы үйленгенdim. Оның еміне өбіргіші болып, бір қора жан болдым. Құт болып, біздің өзі сендерге құт болды, Құда қаласа. Құдай көп көрмесін. Сендерге зор денсаулық тілеймін, өмір жастарың ұзақ болсын. Намазыра отырған балалардың қызын көріп. Құдайға жазық болсыңдар, болсыңдар, жазық болма деген. Сендерден ешқандай жаңашылық көрген жоқпыз. Көшеміздің гүлісіңдер. Аман болыңдар, денсаулық тілеймін. Рахмет, Алла разы болсын. Ал мен енді шыны керек осындай Құдай қосқан көршілер менде де бар ғой. Менде көршілерім өте тамаша. Мен осы Мағжан Жұмабаев көшесіне көшіп келген кезде Зағира екеуміз үйленгенбіз, әлі бір баламыз жоқ еді. Бір ұл қызымыз жоқ еді. Шынымен құт көше болды. 2 күннен кейін Зағира айтты ғой, сен әке боласың деді. Әке боласың деді. Оны мен түсінбеймін. Сол кезде Зағираның айтқаны, мен 9 айдан кейін перзентханаға барам деген екен. Білмеймін қайсыңыз Зағира аяғы ауыр болсын деп дұға жасағандарыңыз сіз ау осы. Бір шапан кигізем енді, Құда қаласа. Өйткені мен балам сіздерге ұқсайды. Қалжың. Мен енді рұқсат етсеңіздер, лицей Шоқан ұжымына рұқсат бересіздер ма? Талас ауданына білімнің қара шаңырағын қайнатқан, шәкірт тәрбиелеп, шәкірттері Қазақстан Республикасына өз үлесін қосып жүрген, шәкірттермен мақтанып жүрген ардақты, құрметті, бейнеттің зейнетіне шыққан ардагер ұстаздар тұр. Ол кісілер Талас ауданына еңбек сіңген, 50 жылдай қызмет еткен, жарты ғасыр еңбек еткен ұстаздар келіп отыр. Біздің аяуланамызды сіңгеліндей, замандасындай көріп, бар ақылын көрсеткен ұстаздарымды ортаға шақырып, Жанат әпке, Зәбір әпке, үшеуіңізді арнайы шақырамын. Рахмет. Егер мен білім бөлім бастығы болсам, немесе лицей директоры, Шоқан директор болсам, мынасыды жұмысына шақыратын едім. Әлі де жұмыс істейтін, әлі де күш қуаттар бар. Ал жырдан маржан құрайын, бүгін шалқып тасып тұрайын, Сейілбек менен панасына, ата-анамыздың тойына, тілектің тәтістау келген Талас ауданының білім саласында үздік ұстаздарға қолдап қошеметпен ағайын. Сөз кезегін табыстаймын. Захотите страсти, приходите в гости. Это распыхает только кости. Серьезная встреча. Керемет күн. Алланың берген керемет тамаша күні. Алладан өмірге әкелгеннен кейін осындай керемет күндер көбірек берсеген деп тілейді екенсің. Сондықтан сенің де бала шағаң өзіңнің істеген бүкіл балалық әке шешеңе азаматтық, тіптен ұстаздық, тіптен төлдің басылық еңбегіңді алдыңа еселіп қайтарсын. Ерлан, біз сен кішкентайыңнан білеміз. Алтын баласың, тойды жақсы басқарасың. Және сен өте ұйымдастыру қабілеті зор азаматсың. Алла саған бәрін нәсіп етсін. Ал Берсерік мырза Қаратау қаласына келгенде мен лицейде завуч, зам директор болып істеп жүргем. Мектепте 12 сағатпен сағат. Бір аптадан кейін келіп айтады, сағат жоқ па дейді. Ей жаным, нәсібіңе тарылу жылдың ортасында. Болар. Сөйтіп жүріп келесің 27 сағатты қалтаға байлады ғой. Сөйткен Берсерік мырза. Кеңескелде кейін біліп атырды. Мен енді бүгін 60 жас мерей тойларымды құттықтай отырып, Берсерікке кішкене сипаттама беріп кетсем артық қарамайсыздар ма? Берсеріктің ең жақсы қасиеті еңбекші. Өте еңбекші. Ізденеді. Ой, математикадан мына жерін дұрыс істемей жатыр деп біреу сыбырлап айтып кетсе, мен айтып Берсерік бергеш. Не? Алған сен алдырған мен едім, сен ана жерін дұрыс істемей жатыр деп айтып жатыр деймін ғой. Тура соның әдемілік қояды ғой қайтадан. Міне соның жемісі былтыр 5 алтын берді. Бұл деген еңбек. Еңбек етсең ерінбей, алдыңнан сол шығады тілегің деген сөз. Төсбелгін ала береді екінің бірі. Менде де бар екеуі. Берсерік
сияқты еңбекті ерінбей істейтін азаматтар, төзімді азаматтар, оқушылардың қылықтарын жеңе білетін азаматтар, ата-ананың капризіне шыдай білетін азаматтар алу керек. Мен солай санаймын. Ол анау беріп қойып проценттің бәрі мына жерге тағып алғанға мен онша сенбеймін. Енді ол кісінің ғылыми жолында еңбектері бар, ол еңбегі бар ол кісінің. Бірақ берсе, оны өзінше істейді да, кеңеске көрсетеді, өзін не дерсің, не де жүгіріп жүріп көрсетіп қояды. Сондықтан берсе сияқты ұстаздар Қазақстанда көп болса екен. Бала-шағалар осындай көрбейіп, мейірімді болып, жан-жағына шапағатын төгіп жүрсе екен, шөберелерінің, шөпшектерінің қызығын көруді Алла сендерге нәсіп етсін. Кеңесімен бірге жүзге келіп, бала-шағаның барлық қызығын көріп, олды немерелі болып, осы қауым сендердің тек жақсылықтарына жиналсын. Алла жақсылығын да, қиыншылығын да береді, бастан өтіп жатыр бұның бәрі. Бірақ сол жаманшылықтан Алла сендерді сақтасын. Ерған сияқты балалар әрқашанда орталарында жүрміз. Құтты болсын той. Бұл Өзбекстан, Қазақстан Республикасының той деп есептеймін. Өзбекстан Республикасына білім саласына еңбек сіңген алғысқа жоғары деңгейдегі министрлерді марапатын алған ұстаздар Қазақстанға келіп, 5 жыл Ақмола облысында, 2008 жылы Талас ауданына келіп, осы жерде көп еңбек жылдары осы жерде атқарды. Алла қаласа біздің ата-анамызды санаулы жылдарға сіздердің қатарыңызға қосылуына 2 жыл, 3 жыл қалды. Осы жыл лицейден Берсет ағай құрметпен шапан лицейден ат мініп, лицейде шығып жатса, Шоқтығыбек Шоқан мектебі Аяпова Кеңескүл Еркай қызын құрметтеп шығаратын ұжым қайда? Бар ма? Бір қошеметтеп қояқшы. Міне, Жамбыл облысына Талас ауданы, Құдайға шүкір, Алтында, Бірлентіда ұстаздар өте көп. Солардың бөлімдегі қол, тағыда тұрған ұстаздарға тілек беріп келіп отыр. Жырдан маржан құрайын, бүгін шалқып тасып тұрайын. Бүгін ұл қыз елге, ұлтқа қызмет еткен аяулы ұстаздарға қолдар қошеметпен құттықтау сөзі тағы да сіздерге табыстайын. Ал құрметті мына тойға жиналған көпшілік, біріншіден мына ер азаматтарды бүгін отан қорғаушылар күнімен құттықтап қояйын. Бекесі армияға барған шығарсыз енді, мүмкін емес қой бармауыңыз. Сіздің бүгінгі мерекеңіз енді құтты бола берсін ер жігіттердің. Енді мына бүгінгі жасап атқан тойларыңыз құтты болсын. Беке, бірінші сізге арнау өлеңімді оқып жіберейін. Әлпештеп еркелеткен құралайды, үмітпен қарсы аласыз туарайды. Мен білетін лицейде бір математик бар. Атақ қошемет сұрамайды ешкімнен. Елегін екпініне желік қандай, ағайын дос жолдас бауыр құда жекжат, қадіріңізді бүгін ұққандай, әлпештеп балаларыңыз той беруде ағайын туын тіккен бірлік қандай. Биікке жетелейсіз аласаны, жақсылыққа қуанасыз балашалы. Мен тілеймін Берсейіттей інімізге, атанса деп қазақтың данашалы деймін. Мына кісі кесір жасады. Данашал болыңыз. Кеңескүл, мынау Шырын апамыздың, Жамбылдық Шырын апамыздың өлеңі бар. Өтіп жылдар байқалмай, қайтадан артқа қайталмай, ыңғайсыз күйде қаламын, сұраса жасты айталмай. Айналса жерді күнәна, байласам өмір тұрама. Әйелдің жасы 18, Кеңескүлдің жасын сұрама. Күні бар әйел солмайды, күні жоқ болса солғайды. Әйел бір гүл ғой аяулым, Берсейтінім Кеңескүлді қорғайды. Той қаласын. Қосыласыздар ма? Айлық жоқ, пенсиямен келіп тұрсыздар. Қаншадан алып келдіңіздер? Бәсін сол айтып. Беріңіз енді.
қайта сіздерді мазалап құттықтап отырмыз ғой. Тойды жау керек, әпкелер. Қалжың. Мен енді құрметті бүгінгі тойымыздың төріне ең Талас аудандағы білімнің қара қазанын қайнатып отырған, жылына алтын белгілер қайдан шығып жатыр десем, алтыны көп мектеп, бірлеп айналған мектеп, осы 50 жасқа толған кезде қыздың жолы жеңіш кетіп, Шоқан мектебіне берген боламыз. Ұлдың жолы, ұлы жол деп лицейге бұрған келіп тұр. Елеуген ағай, қызға бересіз ба? Лицей ұжымына алтындарды шәкірттерге бірлеп болып айналған лицей ұжымына қош келдіңіз. Құрметті, бүгін Таластың төрінде керемет тойханада тойға жиналған қауым. Бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын, және ұзағынан болсын. Бүгінгі қуаныштың иегерлері біздің жалпы енді осы кәсіпте жүргеннен кейін Берсет ағай, Акпи, Кеңескіл Акпи. Бүгін керемет күн. Сіз екеуіңіз үшін. Енді бүгінгі той бір керемет өтіп жатыр. Нағыз мынау құндылыққа негізделген той болып тұр. Тәрбиенің төресі көрініп тұр мына жерде. Ұрпағыңмен мақтан, ұрпағыңмен мың жаса деген барлық осы бір құнды дүниенің куәгерлері болып отырмыз. Алла ниеттеріңізге берілген екен. Ұлдарыңыз, қыздарыңыз осындай сіздерді мәпелеп бір кездегі кішкентай кезінен баққан бала-шағаларымыздың бәрі бүгін үміттеріңізді ақтап, соны өздеріңізге қайтарып тұрған бір керемет күн болып тұр. Алла екеуіңізге де денсаулық берсін. Отбасыларыңыздың амандығын, бұдан да ұрпақтарыңыз көбейіп, солардың бақытына бөленіп, аман есен жүре беріңіздер. Енді мен жаңа айтып жатырмын, ағайдың жұмысқа келген жылын мен білемін. Өйткені мені аттестациядан өткізген ағай. Мен бір декреттік демалыста отырғанда ағайдың келгенін білем. Сол кезден бастап ағай, одан кейін ағайдың жұмыс жасаған әдістемесін мен алқарай жалғастырдым. Сонда ағайдың бір сыдырғы ғой сондай. Сол қалпы ғой, қанша жыл болып келгеніңізге 2008-ден бастап мінекей қаншама шәкіртті тәрбиелеп жатыр, өзінің үлгі өнегесін көрсетіп жатыр. Нағыз ер мінезді аға. Ең биіктің жеткені былтыр болды. Бұл кісі 7 алтын шығарды ғой. Яғни аға. Мына мектептің атын, лицейдің атын, мына Таластың атын бір дүркіреткен ағай болды. Ол оңайлықпен келген жоқ. Күн демей, түн демей, бірақ еңбек ақталды. Көп рахмет, қуанышыңыз көп болсын, отбасыларыңыз аман болсын, екеуіңіз бақытты ғұмыр кешіңіздер. Өте қысқа сөйледім. Қандай тәтті тілектер, рахмет. Ал әкелерден айналдым, білімді бойға жидеген, Құрманғазыдан айналдым, өмірдің мәні күйдеген. Аталы сөзден айналдым, намысыма тимеген. Бүгін айналдым, шоқтығы биік, Шоқан Уәлихан орта мектебінің ұжым бастап келген Елеуген ағайға құрмет қошеметпен құттықтау сөз табыстаймын. Тойға жиналған көршілік қауым бүгін Қаратау қаласында үлкен той жүріп жатыр. Осы той барлықтарыңызға жұғысты болсын. Тойларыңыз тойласын. Жаңа ел көптеген жақсы тілектерді айтып отыр ғой. Сол тілектер періштер құлағына салсын. Ерлан бауырым, осы ата-анаңды құрметтей бер, айналайын. Сен ел сыйласаң, ел сені сыйлайды. Міне осы дос-жарандарың барлығы осы сені сыйлағаннан келіп жатыр ғой деп ойлаймын. Айналайын, көп жаса, ғұмырлы бол. Енді Беке, Кеңескіл Акпи, мынау асқаралы 60 жастарыңыз құтты болсын. Әлі 3 жасарыңыздар, Алланың берген жасай беріңіздер. Жаңа өздеріңізге тиісті адрестарды айтылды ғой, оны айта берсек таң ата.
самый главный денсаулықтарыңыз мықты болсын. Шәкірттеріңіз тәрбиелеп жатқан еліміздің үлкен азаматшыларыңыз. Мен сіздерді осы елден бірінші білем, оны Бекең өзі біледі. Алғашқы көшіп келгеннен бастап білемін. Онда ерландар кішкентай, оны айтпай қояйық. Міне, сіздер ел сыйладыңыздар. Ел сіздер сыйлап жатқан болса, тойларыңыз той қыласыз. Енді мына мектептің атына біз өзіміздің сыйлығымыз бар, аттестатымыз бар, соны толықтай Бөгенбай қызы оқып берсін. Сыйға сый татиды екен сұрабалға, не жетсін осылай сыйласқанға деп. Мынау Қазақстанның оңтүстігі мен солтүстігін, шығысы мен батысын басын қосып атқан, балаларыңыз өстіп, мәртебелеріңізді үстем етіп, той жасап беріп жатқан, ерлан бастаған балаларыңызға ду-қол шапалақ! Мен айтайын, 3 тамада болатынды, мен 4-ші тамада. Көр жақсы. Құрметті Аяпова Кеңескіл Якаевна, Шохан Уәлиханов атындағы орта мектебінің ұжымы сізді 60 жас мерейтойыңызбен құттықтайды. Ұжымдағы сіздің абырой беделіңіз, өз ісіңізге деген жауапкершілікпен әрқашан көмек қолын созуға даяр азаматтық ұстанымыңыздың жемісі. Қызметтестеріне сыйлы әріптес бола білген, өзіңіздей абзал жанға ғұмырдың ұзақтығын, көрер қуаныштың көп болуын тілейміз. Аспаныңыз ашық, жүзіңіз жарқын, қуанышыңыз мол болсын. Осынау мерекесінде сіздің әрдайым жақсылық пен шапағат нұрына бөлене беруіңізге, асқаралы асулар мен биік белестерден көрініп, туған туыстарыңызбен, жанашыр дос-жарандарыңыздың сый құрметіне ие бола беруіңізге, Берсейіт аға екеуміз мәңгі бір болуыңызға тілектеспіз. Мынау бір үлкен жылқы сіздерге подаркіміз. Рахмет. Бұл Шохан мектебі? Шохан мектебі. Иә. Қазір. Шохан мектебінің ризамы. Бұлар ешкімнен қорқпайды. Блогер келсе де, ктк келсе де, эфирде үйреніп қалған. Тағы бар ма? Өйткені ленсеге бір ақ адам бар бердік. Бұл кісі камераның алдында сөйлеп үйреніп қалған ғой, ұжым. Қосыла ма? Қалжың. Құдай сақтасын. Мен енді Ахмет Байтұрсын атындағы гимназиядан менің бауырым, әпкем, ағам, жеңгем деп қойған Гүлмира бауырым шақырайыншы. Күнеке келіңізші. Және Талас ауданының білім саласындағы білім үйіне, орта мектептерге, лицей, гимназия болсын, барлығына демеуші болып, жыл 12 ай жүретін кәсіпкер Талғат ағам шақырамын. Менің ағам, Талғат ағам, келіңізші. Ұстаздар қошеметтеп қойыңызшы. Захотите страсти, приходите в гости. Место это оставляет только кости. Серьезная встреча, время забито на 8. У тебя нет. Енді сентябрьде, қыркүйекте лицей мен Шохан мектебі демеуші болды. Басқа мектеп керегі жоқ. Бар ақшаны сояққа төгейік. Сонымен бұл кісілермен қатар өзіміздің Гүлсарайдай сұлудай менің әпкемнің жан-жары Жездем, бүгінде Талас аудандағы Қаратау құрылыс техникалық колледжінің директоры Алмас Алтындай Жездем шақырамын. Келіңізші. Құттықтау алаңына. Және менің достарымның атынан Қаратау технология білім және бизнес колледжінің директоры Алмас менің досым шақырамын. Және менің Талас ауданының тілшілер, қазақ әдебиетінің тілшілері өте мықты тәжірибелі, білімді тәжірибелі ұстаздардың атынан білікті бір тілшіні шақырамын. Жанат ханым, келіңіз. Осы кісілер сөйлейді. Ал, Жаке, қыздарға береміз бірінші жолда, или мейрам деп өзім сөйлестім. Ал, мен онда көлекестен бастайын. Ал, ұлы сөз айтай берсең тыңдалады, бүгін тойда тамаша бір сыр қалады. Тәрбиелеп өсіру бір баланы, тұрғызу мен бірде екен бір қаланы. Қала тұрғызып, үйшіне үй тұрғызған, алтындай ағасы, Берсейіт ағасы құттықтап келіп отырған бауыры,
Ахмет Байтұрсынов атындағы гимназиядан арнайы келіп отырған Гүлмира ханымға қол қошеметпен құттықтау сөз табыстаймыз. Рахмет, бауырым, рахмет. Бірақ мен бұл жерде бауырмын, мен қызбын, мен тілеулеспін, әрқашанда тілеулеспін. Бағана сіздер көршілерге сөз беріп жатсыздар. Құдайға шүкір, мен сіздің әжеңізбен, мынау көкемнің мамасы мен папасын көзін көрген, бір көшеде бүйтіп тұрған мен көршімін. Сондықтан міне қайда жатыр. Мен білмеймін, Мирзаид қаяқтан шыққан, например, но переулок Абай көшесіне мен өз жерде апам мен атам болса біз бірінші көрші болатын едік. Сондықтан міне көпшілік, Құдайға шүкір, аға Нұрлан қара шаңырақта ғой. Нұрланды бағанадан мен көзіммен іздеп жатырмын, таппай жатырмын. Бірақ сіздің мамаңыздың, папаңыздың міне көзін көрген мен көршімін. Құдай қосқан бірінші көршімін. Сіздің қара шаңырақтың көрген адаммын. Сондықтан әрқашанда біз сол жақтан ең бірінші сыйласып, одан кейін шоқтығы биік Шоқан мектебіне келіп, кеңескүлік әпкемен ұжымдас болдым. Сізді енді бұрыннан білемін. Сондықтан сіздердің шаңырақтарыңызға міне бүгін не дейміз, 60 жас, Құдайға шүкір. Сіздердің жолдарыңызды бізге берсін, әрқашанда жақсылық тілеймін. Міне бүгін балаларыңыз құрметпен, үрметпен сіздерді осындай немен сыйлап жатыр. Әрқашанда бас ием, біз қызбыз, біз тілеулеспіз. Сондықтан шаңыраққа тек қана жақсылық тілеймін. Сондықтан атам мен көкем бүгін бір аунап тұрып жатқан шығар, жатқан жерлері жайлы болсын, алдарынан жарылқасын. Ол кісілерді білеміз, жақсы танимыз. Әрқашан сіздердің үйлеріңізде ас іштік, бәріне қатыстық. Сондықтан той болсын, жақсылық болсын, қуаныш болсын. Осындай бауырым бар. Бауырым бағана былай өтті, мен айтып жатырмын, дұрыс қой, әпкең Байтұрсынға кетіп қалды. Не Шоқан емес, не лицей емес. Менен өтіп кетеу, сөйтсем айтады, танымайын, танымасаң танисың деп отырмын. Сондықтан жақсылық болсын, қуаныш болсын. Бірақ мен әрқашанда сіздерге жақсылық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мен Ахмет Байтұрсын емес, мен сіздердің өздеріңіздің қыздарыңызбын. Сіздерден көп тәлім-тәрбие алғам. Сіздердің мәкем кеткен кезде де Кеңескүл әпке маған керемет. Мен Кеңескүл әпке осындай Мұхтардың жылын беріп жатырмын. Не істейін десем, осы Кеңескүл әпке бір керемет өлең жолдарын сыйлаған. Оны қанат міне бүгін беріп жатқан асаба, соны озвучивать етіп берген. Сондықтан бас ием, үйлеріңізде тек қана жақсылық болсын, қуаныш болсын, той болсын. Сол тойда тек қана бас қосайық. Жаманшылықтың бәрі айланып өтсін. Мынау немере сүйіп отырсыздар ғой, Алла қаласа шөбере, шөпшек сүюге Алла жазсын. Той болсын, жақсылық болсын. Сол тойда біз тек қана куәгер болып, шапқылап жүре берейік. Сол үшін алып қояйық. Қазақ не деймін демейді, қазақта сөз көп. Мына бүгінгі Кеңескүл әпке қыздар келіп жатыр. Кеңескүл әпке аға, бүгінгі мынау тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға аласын. Келген қонақтар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Сіздердің келгендеріңізді өзі біз үшін, әдебиетшілер қауымы үшін үлкен жетістік қой. Ал не деймін, Кеңескүл апатайым менің, апатайым деп жатам ғой. Аға, бүгінгі 60 жас мерейтойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, тойларыңыз тойға оласын. Мына келген кісілердің барлығы сіздерге тек қана жақсылығымен келсін. Адамға ең бірінші өмір керек, екінші көтеріңкі көңіл керек. Анадан адам болып туғаннан соң махаббат бір күн емес, мәңгі керек. Демекші, махаббаттарыңыз берік болсын. Сіздердің махаббаттарыңыз берік болғандығы
Сондықтан барлықтарыңызға осындай көп балалы ана болып жұғысты басын. Қосықсандаршы. Аналар, бақытты болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, ұл-қыздарыңыз аман болсын. Мынау 5 бала туғызу, 5 баланы өмірге әкелу деген екінің бірінің қолынан келмейді. Мен өзім 2 бала әкелгенімді, содан кейін маған айтып жатырмын да, неге көп бала әкелмедік? Біз көп бала әкелмедік, аяқтан шығып, түсіп, анеға баратын еді ғой деп. Енді бақытты болсын, ұл-қыздарыңыз бақытты болсын, дендеріңіз сау болсын, аман есен болыңыздар. Мына келген қонақтардың барлығының үйлерінде сияқты той болсын, барлығымызға жұғысты болсын. Тойыңыз тойлы болсын. Кеңесілік би. Мен Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектептен келген қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімімін. Мына жерде бізде бірнеше мектептен жиналғанбыз. Кеңесілік би, өзіңіз айтып жібересіз ба ол жағын? Или мен өзім айта берейін ба? Негізі бұл жердегі сыйға сый, сыраға бал. Ақбидің, Кеңескүл Ақбидің кеңдігі, жүрегінің кеңдігінің арқасында, осындай мектептердің арасында өзіне сай, өзіне жақын, жүрегіне жақын адамдар жинап алған. Абатай танысың? Сондай адамдар таңдап алғансыз ба сіз? Өтіргенбіз ғой? Сондай адамдар мына жерге жиналғанбыз. Сондықтан бүгінгі тойыңыз тойласын. Тойыңыз ары қарай жалғаса берсін. Бақытты болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, немерелеріңіз көп болсын. Балаларыңыз аман болсын. Жасаса! Өте тілеп ба? Өте ниязып ба? Жасасын. Рахмет. Жаңадан мен ашық сабағы болды, көзбетін көтті. Жезде, Алмас ағай, Қаратау құрылыс техникалық колледж директор және Қаратау технология білім және бизнес колледжі бас директорлары, президенттері. Тойларыңыз құтты болсын, құрметті Беке, Кәке, қазақтың жақсы дәстүрі бар, жақсы көрген адамына осындай теңеу сөздер айтады. Тойларыңыз құтты болсын. Ақылдың кемі ғой бұл 60 деген. 60-ты атам қазақ талпыс деген. Ең әдемі жас қайсы деп сұрасаң, досым-ау, ұялмастан 60 терен дейді. Мінекей, бүгінгі талпыстегі күннің шуағын шашатын шапағат жасқа толған күндеріңіз құтты болсын. Және өлеңде айтқандай, ең әдемі жасқа толған күндеріңіз құтты болсын. Мінекей, ұрпақтарыңыз бүгін өсіп өніп, төрге шығарып той жасап беріп атқанына сіздердің берген білімдеріңіз, еткен еңбектеріңіз, төккен терлеріңіз. Және осы 60 жас сіздер үшін шығармашылық білімі жұмыстардың бір кемеліне келген кезең сияқты, оны ақпарат көздерінен халықтан естіп атанып бүгін экраннан да көрдік. Сондықтан соның барлығы құтты болсын дейміз. Мына тойда жай той емес, тойға келген кезде адамдың ішіп жеу билеу үшін емес, рухани азық алу үшін келеді. Ұрпақтар сабақтасып көріп жатырмыз мінекей тойдан. Сондықтан жұғысты болсын деп айтуға тұратындай той болып жатыр. Енді алда Алланың берген жасын жасап, осы ұрпақтарына тараған немере шөберелердің алдында бірің абыз ақсақал болып, біріңіз аяулы ана болып өмір кеше беріңіздер. Өсіп өне беріңіздер. Тілектеспіз. Еліміз аман болсын, заманымыз тыныш болсын. Мына Өзбекстаннан келіп атқан 63 жылғылар бар, құда жекжат бар. Туысқан қалыппыз, екі арасында тек тойда жүрейік. Еліміз аман болсын, заманымыз тыныш болсын. Мына жаңа Қазақстанды құрамыз деп жатырмыз. Сол жаңа Қазақстанның, жаңа жетістіктерінің, жерінің астындағы байлығы мен үстіндегі байлығын бірге көруді Алла нәсіп етсін. Рахмет. Алдына құрметті тойшыл қауым, бүгінгі ер азаматтар қауымын 7-ші наурыз отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Барлық тойға келген мына құда жекжат бар, бауыр бар, туған туыс бар, жора жолдас бар. Барлықтарыңызға мың алғыс, достарының атынан. Сол себептен мынау ерекең жақсы азамат, тектіден текті бар, тектілік тұқымы бар дейді. Текті елдің тұғыры әрқашан биік тұрар дейді. Тектіліктеріңізді жоғалтпай, Құдай қаласа сол тектілеріңіз, бала шағаларыңызға жұмысты болып, оларда бір көркейіп,
адам ұрпағы емін жасайды дейді. Дендеріңіз сау, денсаулықтарыңыз мықты болып, солардың қасында әдемі қартаюды Алла тағала сізге нәсіп етсін. Жора жолдастардың атынан, мына қысқа нұсқа айтылып отыр. Жора жолдастардың атынан бір жылғы. Рахмет. Енді бір соңғы сөзді берейін. Мына жерде әпкейімді көріп қуандым, жаңа әпкей амансыз ба? Ұстаздарым, анаммен жұмыс істеген жаңа әпкейім. Ерсейіт аға, туған күндеріңізбен, Кенеске жастарыңыз ұзақ болсын. Әрдайым үйлеріңізде тек қана жақсылық болсын, ұзақ жасаңыздар. Немерелеріңіздің қызын көріп, шөбере сүйіңіздер. Жақсылық болсын үйлеріңізде. Ерлан досым, рахмет. Рахмет. Енді құрметті, қадірменді қалайық. Мынау енді ата-анамыздың тойдан келіп алтын уақыттарын бөлгендеріңізге бірінші рахметімізді айтамыз. Бұл тойды біреу түсінер, біреу түсінбейді, біреу бұл той қызық болмады, бұл той жиналыс болды, бір созылып кетті, анау-мынау дегенде де болуы мүмкін көпшілікке енді. Біреуді жақсақ, біреуді жақпайтын шығармыз. Дегенменен біздің ниетіміз түзу, бұл 60 жас ата-анамыздың есеп беру тойы, шыны керек. Бұл тойды шоу қылып өткізсек те болады деді. Өмірде мен қаншама достар бар осындай өнер саласында жүрген азаматтар. Мықты-мықты асабалар, мықты-мықты әншілер, мынау телевидение жүрген достарым да көп. Бірақ солардың бәрін шақырып, осы жерде бір концерт берсем де болады деді. Бірақ ата-ананың ұжымы, құрдастары, құдалары, нағашы жұрт, қайын жұрт, барлық қонақтар қолдан келгенше керемет тілек айтып жатыр ғой. Бұл сондай бір есеп беру тілек болды, шыны керек. Сол себептен артық кемшілігіміз болса, ата-анамның атынан мен кешірім сұраймын. Қолдан келгенше бұл ұл қыздардың ұйымдастырған дүбірлі думада той. Алла бәрінен бұрын осы тұрған қос бәйтерегіміз аман болсын деймін. Жайқалған жапырағыңыз түспесін, тамырға тереңге кеткен тамырыңыз қуранбасын. Сіздің берген бәйтерек батаңызбен көгеріп көктеп, Қазақстан Республикасына қосатын немере шөберлеріңіз Алла тағала көп қылып нәсіп етсін. Қырастан осы тойға тілеуші болған ағайынға осы той жығысы болсын деп біз сіздермен қоштаспаймыз. Алла қаласа 70 жас мерейтойда жүздесу нәсіп етсін дейміз. Ал ендігі кезекте тілектің тізгінін тартып, мына кілемнің шаңын шығарып, өкшенің қанын шығарып, музыканттың жанын шығарып, билейміз, бірақ дегенмен ортаға шығып, бір билесек дейміз. Фотоға. Естеріңіздер көрсек. Автоматты түрде лаулайды, алыстағы килы шалғай, қасымызда неге қалмай, бәлкім солда шабыт алдай, ураганда көңіл күй, ровно таптай, барамыз арманға асып, шатасы биялы Тойды соғыласын, солай болса баршаларыңызды бияларына шақырамыз. Ақмола көшеден кейін құдаларға рахмет. Бір жөне құдай бастаған.
Zorlağa bana verdim bile Antasa da bir gün polisiyle Sularında kurup kalsan yere Allah'a alıp karşın gelir Karşı karşı